Шағын ауылда бәрі бір-бірін таниды, бірақ бір-бірін түсіне бермейді. Сол ауылда мектептің ескі кірпіш ғимаратының артқы жағында, терезесі теріскейге қараған кабинетте Қанаткүл апай отыратын. Ол қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Жасы 62-де. Жасы келгенмен бетінде ұят пен парасаттың жұқа нұры қалған. Күйеуге ешқашан тимеген. Тағдыры солай дейтіндер. Өзім таңдадым дейді. Ол өзі жай ғана. Ал бірақ жүрегінде бір ғана адамның орны бар еді. Дәрігер Бекзат. Бекзат ауылдағы ең шипагер адам. Дәрігер. Буын, тізе, мойын бәрін емдейді. Хиджама салады. Тіпті кейде қолының шипасы жүрекке де жететіндей. 49-ға келсе де, түрі 40-қа да жетпеген. 4 рет үйленген, қазір 4-ші әйелімен бірге. Одан 4 баласы бар. 2 әйелімен келіспей, 2 жақта тағы 2 баласы бар. Ауыл халқының жартысы оған Алла береке берсін десе, жартысы жүрісі көп деп сыбырлайды. Ал Қанаткүл үшін ол бір-ақ сөзбен айтқанда жүректегі жалғыз адам еді. Бекзат алғаш мектепке ата-аналар жиналысына келген. Сол кезде Қанаткүлдің көзінен от өшіп, жүрегіне от түскен. Содан кейін бірде тізесі ауырып Бекзатқа қаралуға барды. Сол күні алғаш оның қолы тізесін ұстаса, ертеңінде жүрегінде ұстап қалғанын кеш сезді. Апай, сіңірін тартылып қалғанын жеңіл массаж аздаған хиджама керек деді. Қолың жеңіл екен дейді апай жымиып. Сол сәттен бастап Қанаткүл апай күнде жиі келетін болды. Бірде аяғымда қарап берші, бірде бүйрегімді қарап берші, басым ауырады деп сылтау айтып. Кейде шын ауырғандай, кейде жай ғана сағынып келгендей. Қанаткүл апай, мен сенімен сөйлескенде өзімді тыныш сезінем, ал мен өзімді жас сезінем деді апай бірде жай ғана сыбырлап. Сол сыбырдың артында жылап тұрған жылдар, жалғыз кештер, ешкімге айтпаған жүрек сыры бар еді. Қанаткүл есігін тек Бекзатқа ғана кеште ашатын, себебі ол тек түнде келетін. Күні бойы үйде әйелі, балалар тек бәрі ұйықтағанда ғана қаңғыған көлеңке болып жететін. Ешкімге айтпайсың ғой деп сұрайтын Бекзат. Сен келсең болды дейтін апай. Жастығы біреудің есіне сіңген, үміті біреудің уәдесіне байланған, ал уәде жоқ. Тек сол кешкі шәй ішіп отырып ертең тағы келем деген бос үміт. Қанаткүл апай жалғыз тұратын. Ауыл адамдары сезбейді емес, сезеді. Бірақ Қанаткүлдің тазалығына, ақ көңіліне ешкім кір келтірмейді. Көпшілік үшін ол білімді, сыпайы, абзал мұғалім, бірақ ешкім оның жүрегінің ішінде өрт жанып тұрғанын білмейді. Бір күні Бекзат ұзақ келмей кетті. Әйеліммен Астанаға кетіп барамыз, үлкен ота. Келем, міндетті түрде. Қайтып келмесең де мен күтем, деді Қанаткүл. Айлар өтті, хат жоқ, хабар жоқ. Апай кешкі шайын 2 кесегіп қойып қоя береді. Бірі шілмей қалады, бірақ ол үміттен айырылмайды. Жылдар өтіп, 1 жыл өткеннен кейін Бекзат қайтып келді. Апай, сен әлі де, сен үшін өмір бойы жалғыз болдым, деді апай. Бірақ мен енді қайтадан келмеймін. Білем, бірақ жүрегім қайтадан кетпейді, деді Қанаткүл апай. Қанаткүл ұмытылған махаббаттың ұстазы еді. Бекзат шипа бергенімен өзі ешкімге ем бола алмаған жан. Бұл махаббат жарияланбайтын, ешқашан ақталмайтын, бірақ шынайы, жанды өртеген жасырын махаббат еді. Көктемнің соңы, мамыр айы, ауыл шетіндегі ескі парк қайта жаңарған. Шыңғырықтар боялған, орындықтар жаңартылған. Ауыл адамдары кешке қарай серуенге шығатын. Солардың арасында Қанаткүл апай да бар. Күнде кешке дәл 6:30-да қолында кішкентай кітап. Баяу жүріс, бірақ кітап оқылмайды, беті ашылмайды. Көзі бір ғана бағытқа қарай береді. Емхана жақтан келетін соқпақ жолға. Бір кеште күтпегендей болды. Келді, Бекзат келді. Қасында әйелі, қолында баласы, арқасында баланың сөмкесі.
Таныс емес әйел, таныс емес бала, бірақ Қанаткүлдің жүрегі оны алыстан таныды. Таныды да тітіркеніп от боп жанды. Бір сәтке көздері түйісті. Сол сәтте бүкіл парк тоқтап қалғандай болды. Шыр көбелек айналып жатқан баланың өзі қозғалыссыз қалып, уақыт тек екеуіне қарап тұрып қалғандай. Бекзаттың көзіне «Сен әлі осындасың ба?» Қанаткүлдің көзіне «Мен ешқашан кетпедім» деген үнсіз әңгіме жазылған. Келесі күні кешке дәл сол орындыққа қайта барды Қанаткүл. Бұл жолы да кітаппен, бұл жолы бірақ Бекзат жалғыз келді. «Кешір» деді бірден. «Нені?» деді апай, жымиып, көзіндегі жас күлкіні бүркеген. «Бәрін, сенің жаныңда бола алмағанымды, сенен кеткенімді, сен кеткен жоқсың, жүрегімде жүрсің, міне отырсың ғой» деді. Олар үнсіз отырды. Орындық сықыр етті. Самал жел шашын тербетті. Бекзат иық тұсына қарап, «Сен өзгермепсің» деді. «Ал сен менің ішімде сол қалпысың. Қанаткүл, сен неге мені ұмытпадың? Ұмытатын адам болмадың. Мен біреудің күйеуімін. Мен ешкімнің әйелімін бе?» Сөз аяқталмады. Өмір әр қашан дәл ең маңызды сөйлемнің ортасына тоқтап қалатын кітап секілді. Кешке дейін отырды. Сол кеш екеуі үшін бүкіл өмірдің ең жылы, ең тыныш түні болды. Себебі бұл жолы үнсіздік ауыр емес, жылы үнсіздік еді. Түсіністік реніш емес. Кейін күндер өтіп жатты. Қанаткүл сол паркке әлі де барып жүр. Бекзат анда-санда келіп кетеді, бірақ ешқашан көп отырмайды. Ол қайтып келмейтін адам, бірақ ешқашан кетпеген. Бір кеште күздің қара салқыны түсе бастаған шақта Қанаткүл ауырып қалды. Көңілі жабырқау, демі қысылып, көңілі көтерілмей қойды. Ауылдағы емханаға барса, есік алдында өзі танитын адам Бекзат. «Апай, сізді өзім қарайын». «Қарай алмайсың». «Неге?» «Себебі менің жүрегімді емдей алмайсың, ал мен бүкіл дертім сол жүрегімде», деді апай. Кешке Бекзат Қанаткүлдің үйіне келді. Үнсіз кірді, үнсіз шәй ішті, үнсіз отырды. Бір кезде терезеге қарап тұрып, «Мен саған перде болдым ғой я» деді. «Сен менің жарығым болдың, Бекзат. Мен перденің артында қалып үйреніп кеттім. Мен сені жақсы көрдім. Мен саған дейін өмір сүрмегенмін» деді Қанаткүл. Сол түні Бекзат қайта келмеді. Қанаткүл де күтпеді. Бірақ жүрегінде бір тыныштық пайда болды. Жүрек кейде махаббатпен емес, қоштасуға көнгенмен жазылды. Бұл махаббат қателік емес, бұл сезім күнә емес. Бұл іштен жанған, бірақ ешкімге тиісіп кетпеген таза, үнсіз өмірдің бір көлеңкесі деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қанаткүл апайдың жасаған әрекеті қаншалықты дұрыс, әлде Бекзаттың тарапынан қателік болды ма?